Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай 20 минутта тез дайындалатын, өте дәмді болып шығатын печенье рецептісімен бөліскім келеді. Қазір садик, мектеп басталды. Балаларға таптырмайтын перекус ретінде де пісіріп берсеңіздер болады. Өте ұнайтыны сөзсіз. Барлық керек ингредиенттерді видеоның астына жазып кетемін. Осылайша ыдысымызға 2 бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқамыздың үстіне 200 грамм шекер салып, венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қайтадан жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне ұнымызды електен өткіземіз және де 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жұмсақ қолымызға жабыспайтын қамыр илейміз. Қазір мектеп, садиктің кезеңі басталды. Менің ұлым күнде садиктен келген соң, анашы, маған не пісіріп қойдың деп күнде сұрайды. Сондықтан әрдайым тәтті тағамдармен қарсы алуға тырысамын. Осындай печеньелерді пісіріп берсеңіздер де болады балаларыңызға, мектепке де беріп жіберсеңіздер де болады. Перекус ретінде де өте дәмді әрі тойымды. Енді осылай формамызды дайындап алдық. Және де қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен илейміз. Менде осындай печеньеге арналған формалар бар. Әртүрлі осындай көбелек тәрізді, жүрек тәрізді, қоян тәрізді. Кішкентай балаларыңызға өте ұнайтыны сөзсіз. Бұл печеньелерді осылай пісіре берсеңіздер де болады, немесе ішіне әртүрлі начинка салсаңыздар болады, үгітілген шоколад, немесе орех, өзіңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне барлық печеньелерімізді осылай формаға салып шығамыз, 200 градуста 15-20 минут пісіреміз. Печеньелеріміз дайын, осылай тез, әдемі болып пісіп шығады. Мен осылай бетіне сахарная пудра сеуіп шықтым. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен өте тез әрі дәмді болып шығатын рецепттермен бөлісуге дайынмын. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Ас болсын. Келесі кездескенше.